Бұл балалар бәстігісті, кім тек бір ғана таяқшаны пайдаланып, ішіндегі күріші бар стаканды көтерсе, сол $100 алады. Сенің де логикаңды тексерейік, мұны қалай жасауға болатынын ойланып көр. Тапсырма оңай сияқты көрінеді, бірақ айла қажет. Олар күрішті стакан ішінде қатты нығыздаса, таяқша тұрып қалады деп ойлайды. Бірақ олай болмай шықты. Әрқайсысы өз әдісін ойлап табады. Бір қыз стаканды қапталынан көтеріп көрді, бірақ таяқша бәрібір сырғып кетті. Физика заңдарын ұмытып қалған сияқты. Тағы бір қыз көбірек күш салу керек деп шешіп, күрішті қаттырақ нығыздайды. Қазір не болатын көрейік, назар аударыңдар. Бірақ одан да ештеңе шықпады. Дегенмен мұның бір жол бар екені анық. Ол лайфхакты тапқан сияқты. Қарапайым суды алып, күріш бар стаканға құяды. Барлығы осы әдіс енді міндетті түрде жұмыс істейді деп үміттенеді. Бірақ жоқ, тағы да сәтсіздік. Барлығы мұны мүмкін емес деп ойлаған сәтте басқа бір қыз келіп бәрін таңқалдырды. Ол алдымен күрішті жақсылап нығыздайды да таяқшаны бірден тез қимылмен кіргізеді. Енді шешуші сәт. Ол мұны істеп шықты. Қалай ойлайсың, неге дәл соның қолынан келді? Комментарийге жазып кет.